Мына соткада бір істемей қалғаның қарашы, енді мамаға неде жауап берейін мен? Ей, мынаның камерасы қалай сынып жүр? Мен мынаны құлатқанда бүйтіп бетімен құлатқан едім ғой. Ал мынаның камерасы сынып тұр. Тоқта, Отантай мен соткамды алып қашты депті. Содан кейін ол жастықтың астында қалай тұр? Значит, Отантай етен ғой сындырған. Аузым ашып жатыр. Ауыл қайда дөз? Ой, аузым ашып жатыр. Сұралшы барып су ішпесем бар ғой кәдімгідей. Мына орманнан аю жоқ қоймаса болды ғой. Ауылым қаяқта дөз? Мама да звондап жатқан шығар, мен ала алмай. Қайдан біздің соткам сынып қалған? Мен емес қой, бірақ сындырған Отантай емес па? Ана Отантай ғой? Қаяқтан жүгіріп келе жатыр асығып. Қазір келсін жан шығарым жолата. Мә, аузым ашып кетті ол кәдімгідей бар ғой. Аузым ашыған соша бар ғой. Ормандағы ше 10 аюға жеткізбей кеттім ғой. Ана 10 аю ше жынды ма мені жегісі кеп бар ғой. Менің алдына жеткізбей кеттім ғой. Неу. Аюлар болса қолап барды ғой, еріп қатып бар ғой адамға. Еще сол 10 аю ше анаяқтағы тайпалар ұстап отыр ғой. Ана тайпалардың түрлері жынды ғой. Қолап жүр ғой аюларды. Тайпалардың арқасында тірі қалдым. Аузым ашып кетті. Су ішкім келіп тұр же. Әпке! Телефонсыз қызық емес екен ғой өмір дейді. Не істерімді білмеймін, поппет ойнап отырмын, құттайға барқысып. Әпке! Әпке! Не? Әпке! Аузым дегенше ашып кетті кәдімгідей. Әрең шыдап кетті әпке. Қаладан жүгіріп келгенсің ғой әпке. Аузым ашып кетті ол кәдімгідей бар ғой. Жен соншама ашитын аяғым. Не жедім? Жап-жасыл бір нәрсе жеп қойдым анаяқта бар ғой. Жаман ашшы ғой ана әпке. Орынды менен шыққанда шығарсың Су ғой. берші әпке, су берші. Жарай, су берем, менде көп су бар, бірақ шындай түсінім ба? Көп су бересің ба? Иә. Я берші су ішіп аузымды. Бірақ шындай. Я шынды айтам әпке. Бұл телефон сен ба сындырған? Мұнда қараса сен ба сындырған дейм? Мұнда қара, не мұнда жаққа қарап тұрсың? Ау. Мынаны сен ба сындырған, соткамды қарасай. Жынды маған қара. Сен ба сындырған дейм? Әпке, ана соттасын қапты ғой. Ені көріп тұрсың ба? Бағана көрген екен ғой қақтан келген. Әпке, мен сындырған жоқпын, ана өтік соқпашы. Өтігім сындар? Әпке, мен сындырған жоқпын, шынымен айтайын. Түрін алдап тұр ғой. Не, түрім футбол ойнап отыр ма? Кетші, шынымен мен сындырған жоқпын, әпке. Сен сындыр. Мен сындырған жоқпын. Жарай, сен сындырмадың дейді ал. Ал ол жастықтың астынан қалай тап болады мына телефон? Білмеймін ғой бағана мен. Соткыңды алып кеткен кезде соткың айтты ғой. Паркке барғанбыз ғой. Сол өзінше соткың айтты ғой. Мен үйге қайтам, парк қызық емес деп қайтып кетті ғой. Өтір соқпашы. Шынымен айтын әпке. Қалай кет қалатыны? Аяғы да жоқ қой нағасқан. Солай кетті ғой, вайфаймен кетіп қалған шығар, мен қақтан білем. Кетші, мамаға айтайын, сен түсінің ба? Не үшін? Сол. Қуасың ба? Сол ең сындырған. Ішім түсіп кетті ғой. Аптышқа жазып алмай қойды ғой, Отантайдың қанын ішетін. Бірақ Отантай керісінше оның қанын ішіп отқан шығар. Әпкеге соткаңды сындырғаныңды көзіме көрдің бе? Қан дәлелдеп берші менен көріп жатқанды. Сенде белгілі болып тұр ғой, мойында шешіртек емессің ба? Еркекпін ғой. Ені мойында шешсен ба? Мен емес қой. Ені кімсің? Соткаң ғой. Қалай өзің бөлмені шоқпай қорқамайды ғой? Құлақ балған ғой. Илемеш. Илі кешелмейші. Шетші басынма, тиме. Су бермей қалам ашы. Әпке мен емес қой. Отантай тешінді ай. Су бермейм дейсің ба? Я? Мен ғой. Бағанадан бері сөйтіп айтпайсың ба сен? Айттым ғой. Өтір соқпаш. Шын айтып отырғым ғой. Илемеш. Илемеш емес сенсей. Шетші басынма, тиме. Мама қалай айтамсың ана? Әпке,
О сотканы давайте былай істейік. Қалай? Мама, сен айты, мен сындырдым дебей. Ма, сен ғой сындырған бірінші. Әпке, мен екен сен сындырдың ғой. Менде бір идея бар сияқты. Қандай идея, айтшы. Сенде копилкаларың ғой. Не, сразу менде копилкаға түйсін келеді осы. Енді ремонтқа апармаймыз ана сотканы. Менің ақшама ма? Жоқ, екеуміздің ақшамызға екеуміз де сындырдық қой. Иә, екеуміз де сындырдық. Сен бар ақшамды алып келсем, мен де саған өз ақшамды беремін. Маған су бермей үшін. Ана сабақ су бар, жақсанда көп сулар бар ішкен. Көп су бар ма? Ja. Дәу баклажкамен Ja, ішкен. дәу баклажкамандай. Сондай баклажка су бар ма? Сен әдейі қойған ғой, ысылап келеді. Рахмет, әпке, бар Бар, ішкен. ішкен. Сосын ақшамды алып кел. Ай, аузым кәдімгідей ашып кетті. Әпкемнің қасына әрең шыдаған соң кәдімгідей сөздерге тілім келмей қала ма деп қорқуым бар ғой әпкеме сөйлегенде. Әпкеме рахмет қайташы. Отандай саған көп су қалдырып қойдым. Столдың үстіне баклажка құйып қойдым деді ғой. Осыған құйып іше ма деймін? Жоқ, әпкем айтты ғой. Дәу баклажкаға су құйып қойдым деді. Бұған тоймайм, бұл стаканға емес. Мынаған құйып ішем. Осыған құйып ішем. Өйткені ол дәу баклажкаде ғой су. Кеттім. Мына соткада бір ұрпып түсем бі? Жұмыма тиіп, подругаларым менсіз қаңғып, қыдырып, өліп атқан шығар. Всегда сыртқа шыққанда маған жазатын еді. Мына соткамда бір қуып. Мен соткам істемей қалған еді. Ұрып істетіп алушы едім ғой. Ұрмасам қаттым. Жоқ, мына оған ас. Істеді. Подругалар маған 1045 рет звондапты ғой. Интернетте не болып жатыр, сен көрейінші. Не дейді? Вампир? Вампир дейді не бұл? Переводчикке жазып көрейінші не екен? Вампир. Тума соткада бір не болып тұр? Так, не екен? Вампирдің қазақшасы қан сорғыш? Мен де отандайдың қанын сорайын ба? Бірақ қалай қан сорғыш болып кетеді екен? Көрмесем, қан сорғыш қалай болады? Не мынау? Тума соткада бір бұл магазинда арнайы тістер сатылады. Соны жесең қан сорғышқа айналасың дейді. Маған барып магазинге срочно бару керек. Одан да мен телефоным сынып, енді мен оның қанын сорам. Ой, әпкеме рахмет, кәдімгідей мені уайымдап. Отантайдың аузы ашыды ғой, сол терлеп келеді, шөлдеп келеді деп. Маған ше үлкен баклажкамен су қойып қойдым деді ғой. Осыған құйып ішем. Өйткені тоймай қалам мен бар ғой. Қаяқта ол баклажкасы? Столдың үстіне қойып қойдым деді ғой. Нәне? Әпкем дәу баклажка деген осы ма? Не істеймін мен? Құмырсқаның душы сияқты ма не білем мынау? Отандай қаяқта екен? Оған іштен өз-өзімен жынды құсап сөйлесіп отыр ғой. Ойбай. Қақпағы бар екен өзінің. Кән? Әпкем сонда дәу баклажка деп осыны айтты ма? Маған құйып ішейін құрсын. Баклажкадан су дәу болып тұр ма не біле? Еще шаптырады.
басын жасай ма сен? Шаптырып атқан не? Еще суды жібергісі келмейді ғой. Былай ішейін. Дұрыс, былай ішу керек қой. Осылай ішу керек қой. Әпкемнің саусағын дәмішіп қойды ма, не білем? Сонда мен осылар жесем, вампирде айналып кетсем ба не? Жоқ, бірінші мына тісті жеп көрейін. Немене бәле? Қанның несі шығады? Жеп көрмесем. Уже вампир болып жатырмын ба? Не деген дәу бақлашқа? Әпкемде бір адамның қаныш бар ғой. Он адам түсіну ғой ғой, сен дәу бақлашқа деген мынаны әкеп алсам мен. Өкпелеме, сен дәу бақлашқысың, жарай ма? Дәу бақлашқысың, Қақпағын жауып қойын. Аузым өзі кәдімгідей бар ғой, жазылып кетті ғой, ашығаны бар ғой, саған қарап. Тез вампир болғым деп тұр. Не тісім шықпай жатыр? Екіншісін жемесем? Тісім вообще шықпай жатыр? Бос қалдым ба не? Жоқ, мен онда тіссіз қан сорғышпын. Қазір Отантайдың қанын осы трубочкамен сорам. Ол менің ақыры телефонымды сындырды ға. Бақлашқа шықсайын оның ішіне адамның қаны ішпей. Ойбай. Не олды әпке, тамағың ауырып жатыр ма? Мен вампирмін. Немен? Вампир. Машина алдында тұратын вампир ма нандай? Вампирмін. Не ол вампир деген? Вампирмін мен. Вампир? Я. Ол не ол вампир деген? Қан сорғыш қой. Қан сорғыш? Ойбай. Тісте. Тоқса тістесе адамның қан ішмей күтіп тұрмын ғой. Кетші бар, мына сене өзі деп атқан. Деп атыр, күтіп тұрмын ғой, тісте деп атыр. Вампир деп атсың ғой. Сен қандай вампирсің өзі? Наңғара тісіңді көрдің ба? Вампирлардан тек осындай тіс болады. Да? Я. Вампирдің тісі ма? Я, вампирдің. Тіспеш өтінді. Вампирдің тісі ма? Я. Шындысың ба? Вампир ал, вампир бол енді. Кән. Бишара кеттік. Түсі жоқ вампир. Нандай вампир бола ма? Бітсіз ба сен? Мен тіссіз вампирмін. Алдыңнан адам шықса сен бір тіспен бүйтесің ба? Бүйтесің дейсің ба? Ана бишара тісінен бір ағылсын жұқтайды ғой. Қабаған иттер құсамай. Мен вампирмін, түсіндің ба? Вампир емессің. Вампир мен тісім жоқ, бірақ мен вампирмін сонда да. Тісі жоқ вампирсің ба? Я. Не істейсің сонда? Сен қанды ішем, түсіндің ба? Қаныңды ішем? Я. Сен вампирсің ғой? Я вампирмін. Посмотрим, кім вампир екен. Мен сенің қаныңды ішем. Мен сенің қанды ішем. Көреміз, мен сенің қалай қаныңды ішетініңді. Көрейін, тісі бар. Тоқташы, не жерде не бар, мен сен тұғын? Не? Наңғара. Не Отантай? Отантай, бұнда!
менің қанымды ішейін дейді вообще аямайды настоящий жауыз ғой менің әпкем бар ғой кеттім мен қаладағы үйге жоқ әпкем вампирмін дейді қаяқтағы вампир ақыры қан сорғышпын деді ғой мен де қан сорғыш боламын оның қанын өзім ішетін боламын ақыры сөйтті ғой не бар мына жерде вау мынаны қара жұмыртқа вообще мә сен жұмыртқаң ба мә ренжімеші апарып әпкемнен кегімді алайын сосын әкеп беремін жарай ма ау жұмыртқаңды ала тұрайыншы жарай ма не дейсің жоқ ай өзім жұмыртқамды бермеймін жындысың ба мына жұмыртқаны ала тұрайын деймін жынды ма не біледі Келдіңіз. Қош келдіңіз. Тағымен несі тақырдың? Сол көмек керек болып тұрған етші. Көмек керек па? Я, көт таттап берем. Онда қуана істеймін ғой. Чүчеттік салған. әпкем үйде ма қазір көрсетейін мен оған как раз балалар күніне арналған сюрприз болады дайындал әпке Мен шөлдеп кеттім ғой. Осы шөлдей береді дейсің, қашан тоясың суға? Бағанадан бері ішіп отырсың ғой осы суды. Мен білесің бе вампир екенімді? Кім түсіңді көрсетті? Адам түсі ғой. Мен тіссіз вампирмін. Еще бар емес па? Мен отантайдың қалай да қанын ішу керекпін. Ол менің бетіме түкіріп қашып кетті ғой оңбаған нағыз. Білмеймін ғой сол не істейтінімді. Ей, кім звондап жатыр? Мама звондаған ғой мам. Мұндырық бесін звондап, мына телефонда бір. Алло, мама, мә, слышишь, мам? Мен жинап атқам ғой сол, я. Отантай ма? Отантай сыртта жүрген сияқты достарымен жаңа сыртқа шығып кеткен. Я. Қанымыз ба? Мен қаным әлі ашқан жоқ. Магазиннан бір нәрсе алатын сияқтымын. Аха, давай ма? Тағы істейміз. Қан ішіміз тағы. Қандай? Білмеймін. Кетіп оластырамыз ғой. адамның қаныш бар ғой әпкемше бүкіл суды алды да киімі шашты киімдердің бәрі су болып қалды ғой қазір срочно мамама звондап мына цыган әпкемнің бар ғой шашын жұлдырдың бе еще бар ғой носокты әдейі сатып алдым ғой әпкемнің көзін қыздыру үшін бар ғой өзі ғаным Не істеп жатырсың? көрініп тұрған жоқ па не істеп жатырғаның шашылып пісіреді ғой шашын Қайда шашылып носок қой? енді көріп тұрып не сұрап жатсың кетші ғой адамға ішпей Одантай мен де шөлдеттім, ішейінші. ішпейсің әпке өйткен сен ше менің қаным ішіп қойғансың құрып ажығы түсіндің ба Пожалуйста, Отантай. қатты ішкім деп отыр ма Қатты ішкім деп жатыр. ой әпке сен мен туған әпкеміз ғой мен саған иә соқып беремін ғой қазір Ой, мен інімсің ғой, иә, сен мен саған- көбейтіп беріп жатырсың. иә әпке мә Мынау не? осыны ішесің күшті тоясың Осынамда даже бір капелькасы жоқ қой. кет осыны ішті құрып ажығы түсіндің ба бермеймін мен саған сен су шашты ғой адам оған Отантай, одан мен саған фокус көрсетейін. фокус Иә. қандай фокус Мынаны басына бүйтіп қой, носок. қайсыны Носокты. носокты Иә. сосын Сосын қолыңды бер маған. қолыңды Иә. ал Мына үлкен саусағыңды бүйтіп деп сорам. Мына саусағын сору арқылы мына согыңды ішіп қоям. іше алмайсың Іше алам. іше алмайсың Алам. тоса саласың ба Тосына. мә ішме іштің ба егер сен әпке қазір өтірік алдап ше іше алмасаң ба маған новый сок алып бересің жарай ма түсінің ба деймін саған үй ішіп жатсың ба Болдым.
әпке өтіріп тырнағымды сорып болдым деген іс. Шамайсыз енді түсіні. Әпке, қалай шығып қойдың сал? Солай айттым ғой мен саған күшті істеймін деп. Мен саусағымды соғымды шығып қойдың ба? Иә. Онда кеттім мен. Ана магазиндегі апайдың саусағын сорам да, магазиндегі бүкіл соқты шығып қоям. Я сөйтіп соны таяқ жеп қайтты жолата. Әпке, сен настоящий қансорғыш екенсің. Жоқ, мен вампирмін. Құрметті достар, осы киномыз 100 000 просмотр жинаса, келесі 64-ші сезонын сол күні шығаратын боламыз. Олай болса, дәл қазір осы киноны барлық достарымызға таратып, комментарий жазып, лайк басып, 100 000 просмотрға жылдам жеткізіп тастайық. Кім достарымен бөлісті, комментарийге мен бөлістім деп жазып кетуді ұмытпаңыздар.